bilgen şarkı mısın? Kayda? Oydak bir jigit jasından uylenmegen bir Xuda bar ekan. Alma kalay. Almaga diyelim. Ne çalan var? Bugün jakacak mı oyuncak? Adam soykan ekan o. Sürüp duram da mene. Mınаны басам ғой. Мынаны басам, сүркіл сүріп. Aleykümselam. Hoş geldinizler. Hoş geldinizler. Törlüğünüzde, törlük ediniz. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Assalamu alaikum aradaşlar, ağayım, kadınlarım, oğullar. Peki bugün şu olayına evletten bir altınlarımızı kıyıp verip, atışattırıp Ağdastarkan tölümde kadroluktan simbol olan kulalı Ağdastarkanımızdan hürmetli konar olup, toyduruna çaygasıp kadınlarım, oğullar, hoş geldiniz ayetimiz barşalarınızla. Al-Bırakayda, müneki köptülüğümüz evletlerinizden temin tapıp, Kazakta oluşunuz var ekan astın demin keltirgen Tuz Avliya Kos Avliyat'ın basın boskan Kız Avliya döpüleki ulman kızın arkasında siz men biz balıp tabolukun bastarkanda şey yazsak endişe Kazaktın keli ağ bastarkana ağ badasız baslangan emes endişe barış ağayın ömin olsun aldığımızga jayılgan ağ bastarkanda ağ badalayık Aleyne asiyesimin şıpan Avliyat'ın basın ağ bastarkan badası ömin. Ağustos'ta derslisi meyganında Allah versin basımız rahmet versin. Yeki baramız vakitli olsun da kelgen buralardan yola açık olsun. Amin. Aslanlarınızdan aslan Allah'ımızdan.
Мұртсызжан, стакан бос болса бере сал. Қобаламын. Сіз келгенде қуанып құшақжайып Дастарханның төріне шығарамын деп мінекей Шуарайғыр әулеті ат шаптырмалды Дастарханын жайып бүгін әулетімізге алтын балапанын қиып берген құдаларына құрметін көрсетуге, ізетін көрсетуге, құдалық міндетін көрсетуге дайын болған екен. Ендеше барша ағайын бүгінгі ақ Дастарханның алғашқы ақ тілегін ашып, той түндігін ашып, Шұбан әулетінде басталар дүбірлі тойымызды бастайық барша ағайын. Ендеше келген құдаларға қош келіпсіздер деп бір қошемет ақ Дастархан иелеріне болсын. Ал бәрекелді, әрине қазақта ұлы сөз бар, ас иесімен, сөз жүйесімен тәттіде. Ендеше мынау ақ Дастарханның алғашқы ақ тілегін ақ Дастархан иесі, ақ балапандарыңыздың асқар тау әкесі болып, толқынды той иесі Серікжан аға өзіңіз келіп, бастаңыз, қарап отырамыз, басқамыз шапалаққа, басқамыз деп бір шапалақ ағайын сіздерден осымен бір той иесіне. Ассалаумағалейкум. Құрметті құдалар, құдағилар, ағайын туыстар, бақыттарыңызға бүгінгі естік сәлемін жолдайын. Ал енді құрметті құдалар, тілеуіміз тілеуге жалғыз. Екі баламыз бақытты болып, Алланың назарында мықты азаматтар болсын. Ал енді артыңызға барғанда қиып берген көңіл құдаларыңызды бізге беріңіздер, рахмет сіздерге, сау болсын, аман-есен болайық, келген жолдарыңыз үлбісін. Ал енді не айтамын деймін, аман-есен құда жайлар ішінде бояп күліп отыра беріңіздер. Осыны не айтамын деймін, екі сөз түсіне қалды. Толқымаңыз. Мүнгеле атым көгеді, жат құйрығын төгеді, тату-тәтті өмір сүріп, дұшмандарың сөгеді. Мүнгеле атым көгдене, одашы бар өзгеде. Екі ай болам қосылған болмас екен көлденеңде. Қазақта тағы сөз бар, тоғызға бас тоғыз жүректен қоясың, бір қазақ суын дәм келтірген тұзасың, таныстырмаған таныстырған тұзасың дейді. Сол екі баланың осы арқасында ағайын туысқа туыс қосылып жатыр. Бір балам екеу болып жатыр. Алла ұзағынан бақыт берсін, ертілген тілектерін қабыл етсін, еліміз сау аман-есен бола берейік. Құдалар, бақыттарыңызға рахмет. Құдалар енді балаларымызды Мама сізге. қиып бергеніңіз рахмет. Өзбектерде Mesela ağızlaştırma sözü geçeden böyle bırak böyle okumak çok okudum. Kesilmediniz dedi artık. Бәрекелді, тер шығып кетті ма, көзді жас шығып кетті ма деп өтті. Ал толқынды той иесінің толықта тілеген ақ тілегі, ақ батасы қабыл болып бүгінгі жақсы күнде қосылған қос балапаны бақытты болсын деп бір қошемет қояйық ағайын. Ал енді міне ағайын туысын жиып ауылға келген құданы құрметтеп, татулықтың символы құдалық дастарханын жайып, алғашқы толқынды тілегін жолдап кеткен той иесінің тамаша тілегінен кейін ауылдың алтауызы алғашқы ән шашуымен бастайын. Енді мынау қазақтың берекесі де, бірлігі де, арасы да, бағы да осы алдыға жайылған ақ дастархан мен бір шәугім шайында болады екен. Мынау екі ағайын ренжісіп қалса, бір шәугім шайын қайнатып шақырып татуласып болады екен. Екі алсын ренжіп қалса, бір шыны шайды бөлісіп ішкеннен кейін тату болып кетеді екен. Екі ауыл араздасып қалса, бір ақсарбасын сойып, бір шәугім шайын құйып татуласып болады екен. Сондықтан мынау қазақтың татулығының берекесі болған киелі бір шәугім шай деген тамаша әнмен бастайын.
biletler birge şirkap oturayık mineki Şıpan Äwleti Atman dep kabul alыңыздар bärimiz birge şirkayga agayın. Al buluştuk dostumlar. Rabberim solda etmeli değil. Şevkim şey armida beslerinde Kara şevkim kaynaydım peşlerinde Hayran adam bağlanıp kara dirgene Tamirtin düz fiyatın keşlerinde Hayran adam bağlanıp kara dirgene Tamirtin düz fiyatın keşlerinde Koydun kıya odunu kurgaktalgan Kara murca tütünü buldaktalgan Kangızından turadın kayran anam Bir şevkim şey kıyadın kaymaktalgan Kangızından turadın kayran anam Bir şevkim şey kıyadın kaymaktalgan Al bereketin olmasından almasın. Vay duygusuna kanıtlayın. Fiziktirip geluşe kıratlardan Su ekelip kıyadın bulaklardan Haram eşen kut bolup tura bergen Kanat kakıp özümmen cıraqtadım Haram eşen kut bolup tura bergen Kanat kakıp özümmen cıraqtadım Bir şevkim şey eşeğik sıraklarım Anamızdan geç kaşan жылатayım Gelip gidip durayım sağınış ben Aylar emez aralı gün bir haftadır Gelip gidip durayım sağınış ben Aylar emez ara gün bir haftadır Kandan terim anamın kulaklayım Al bereketli mineki toy yersin koltuğunda tilegi ağdastarkanmaz 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 Al bärimiz bir oturak alayıqşımı, türegip turgan kisilerдің bäri oturayık agayın. Sebebi buna bugün ağdastarkanга aytılıp soylar ak sarbaz koyumuz gelgen eken. Kudalar öwletinin ak sarbazda ak bada bolsun. Amin. Ken oturayık jigitler. Kudalarımız körsün, ak badasın bersin. Amin. Aldığa gelgen ak sarbaz ak bada bolsun. İyi ki bu hareket talasılarınızdan da olsun. Жақсы әуеліме өзіңізден болсын.
Мына Құдай жарылқасын, дентеріңізге саулық берсін, өмір бойы жететін байлық берсін, кетпес ұрыс берсін, кеңдей берсін, ниетілген тілектеріңіз қабыл болсын, қыз қуаныш тойларымыз тойға жалғаса берсін, балалар бақытты күні жастар ұзақ болсын. Keyifli versin, keyif versin, ırыс versin, бастарыңызға байлық берсін, дентеріңізге саулық берсін. Ниет тілеген тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын, екі балаларыңыз бақытты, әрқашан ұзақ өмір сүрсін. Әмин, Аллаху акбар. Алғыстарымыз айтып сайған қабыл болсын ағайын. Ал жақсы Ағдастарханның келесі құнды тілегін жақсы тілектерді жалғастырайық ағайын. Әрине Ағдастархан иесі ақ батасы жолдаса, келесі құнды тілекті бірден тойдырының әулетімізге құда келіп баршамызды қуантып жатыр. Бір алтыннан қиып берген қадірменді құдалар, құнды тілек сіздерден болсын, келіңіздер. Ал енді мен сөз тізімін тізім бойынша жалғастырайық. Ендеше той түрінен тәтті тілегі жолдайтын Мұрат құдан ортаға шақырайық. Ақ балапанымыздың Асқар Тау әкесі, Шымбайлы құдамыз, алғашқы тілек сізден болсын. Ал құда орнынан тұрат, бері таман шығат, шапалақты шыпаңдар құдаға аямай ұрат, сөз сөйлейтін түрлі Шымбайлы құда Мұрат құдаға едекеттеріңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Келіп жатқан тілектеріңіз қабыл болсын. Екі балаларыңыз бақытты, дені сау, әрқашан иттерден көрінсін, жолы ашық, маңдайы жарық болсын, үлкен ата-аналарының жолын берсін. Тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз болсын. Әмин. Әмин, құнды тілегіңізге маңда бір алғыс айтамыз. Ал келесі жақсы тілекті той түрінен бірден жалғайық. Ендеше Мұрат құдадан кейін Шыпаң әулетінен жақсы тілекті жалғайтын ұнатқан ақсақал ортаға шақырайық, ауылдың ақ тілегі. Енді мынау құдалық дастархан, құда шай деп жатырмыз. Құда шай деген шайдың басқа тойлардан, басқа дастархандардан, басқа шайлардан ерекшелігі, бөлекшелігі бұлай екен. Құда шай деген бұл киелі шайымыз танысу шайы, құдалармен табысу шайы, дастарханның төрінде құшақ алысу шайы, сынасатын емес сыйласатын құда болайық деп әнге салып би-билеп жарысу шайы деп айтады екен. Сондықтан танысып табысып әндеріңізді айтып жарысып құшақ алысып отырыңыздар. Ал Мұратхан ағамызды ортаға шақырайық, тамаша тәтті тілек сізден болсын. Мүмкін болса қысқаша ауылды таныстыра кетсеңіз де болады дегенде айта кетеміз. Келіңіздер, тамаша тілек сіздерден болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Ағайын туыстар тұратын күнгендегі жанын сәлемен жолдайық. Ал енді мен болғанда сол ауылдың үлкендеп шыққан жатырмын, негізі басы құда шықса болады дейді. Ел таныстырған дейді, алдың önde құда шайда таныстырғанбыз, үш ата, өзі айландырған үш ата. Чаға сол, енді нағыз құдадарыңыз серіктен сол нәшкестің чағарағынан болғысы ғой. Ең кенжесі бұл. Ал мен болғанда өзімі таныстыра кетейін, мен өзім Қауат деген сол нәшкестің чағарағынан шыққан ең үлкен отауы. Сол отауымыздан шыққан сол шаңарақтағы беймен. Ал енді үлкен ағамыз Қазақстанда қайтыс болған, одан кейінгі ағамыз Кәлей деген кісі қайтыс болған. Төлеубай деген ағамыз денсаулығының айстасы келе алмады. Ал мен шаңарақтағы менің кейінгі кенже бауырым осы осында. Ал одан кейінгі ата балалар өздері таныстырады. Шығар келгендер күлтелерімізге гүлмізсін, осы таныстыру шай, құда шайымыз құтты болсын, балдарымыз бақытты болсын. Барлықтарыңызға бүгін ойлап күліп, осы шай ішіп, той жалғасуын Алла нәсіп етсін. Рахмет.
Birge quvonib, sizlarga mara-sara bo'lib kutib olib жатқан осы Талғат ағамыздың тамаша ән шашы болсын, Алланың әгеріңізде демені шашу, Алладан болсын ендесе. Әмин. Құдағайлар келген қабылдаңызға күліп өтсін. Мынау енді түшімін енді той болғанымен әрине ішіп жүріп отырып, оған арасында билей екен. Дұрыс қой. Көңіл өткізейік. Сондықтан әдемі бір ән арындай ортаға биге шығыңыздар еді. Біздің ағаларымыз енді құдағайларды алып шығыңыздар биге.
рахмет тойларыңыз құтты болсын, екі бауырыңыз бақытты болсын. Әдемі шешуге мыңда бір алғыс сәулеттің ақ тілегін әдемі ән шешуге жалғап кеткен. Ал біз ортаға қапсейіп құданы шақырайық, ал құда көгері тойларының жақсы тілегіңізді жолдай кетіңіз. Ассалаумағалейкум, құдағилар. Қарсайлар, қандырымызды қаталып жатқандарыңыз рахмет. Аллаға бір болсын. Тойларымыз тойға жалғасымыз, қуанышқа жеткізе берсін. Екі баламыз бақытты, құмыргасыздар, үлкен мұқтажымыз азаматқа болсын. Осындай қыз қуаныш барлықтарыңызда бола берсін. Жақсы тілегін жолдап жатқан құдаларға мыңда бір алғыс. Ал біз ақ тілекті әрмен қарай бірден ауылдан жалғайық, ендеше жомарт ағамызды ортаға шақырайық. Келіңіз ақ тілегімізді ақтара кетіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, құрметті достар. Бүгінгі шайымызға қош келдіңіздер. Алла бүгінгі күннің себебі болып жатқан екі жас бауырымызға, баламызға бақ берсін, бақыт берсін. Осы екі ауылдың ұйытқысы болып, атбайлар, азаматшалары үлкен шаңырақ болып, сіз біздескен сыйлы құда, құдағи, жан ашыр жақын болуды Алла нәсіп етсін. Тойларыңыз құтты болсын, ішіп жеп отырыңыздар, тойлатыңыздар. Енді көңілі жарасқан, сіз біздесетін мықты бір құдамда болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Әрқашан осылай дастарханда үлкен жақсылықта, береке бірлікте басқаса беруді Алла нәсіп етсін. Ал бәрекелді аналардың ақ тілегіне мың алғыс. Ал енді мынау қазақтың құдалық дастарханы, мынау құдаға деген құрметі ерекше бөлекше екенін баршаларыңызға мәлім. Мінекей бүгін ақ балапанын қиып беріп ауылымызға құдалар келіп жатыр. Мынау қазақтың тойы ауылға келген құданы құрметтеп, ат мінгізіп, шапан жабумен мәнді де сәнді келетіні баршаларыңызға мәлім қадірменді ағайын. Ендеше мынау біз асаба ретінде қойған бірінші біздің талабымыз, екінші ауылдың осы толқынды тойға келген құдаларды құрметтеу рәсімін дәл осы жерден жалғасақ, кешке айтылар ән шашу ақбота тойдың қызығы көп болғандықтан құдаларымызды құрметтеп шапан жабу рәсімін дәл осы құдашай құдалық дастарханның төрінде жалғастыра кетсек деген өтінішіміз бар. Ендеше шымбайлы құда-құдағиларымызды той төрінде сыйлаймыз. Біз қазір ауыл үлкендерінен бастап ортаға шақырып, дәл осы дастархан төрінен құдаларымызға құдалық құрмет шапанымызда жаба кетсек деген ойдамыз. Ендеше шапандарды дайындап жабатын кісілерді сайлап қоя қояйық. Мен құдаларды шақыра берсем болады емес пе? Ал жақсы әуелі болып манат құда санақ құдағиларды ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Ал қошемет әрине шипан өлетін манат құдамыз сана құдағи ауылда ат аталған құдалар төрге қарай асабалаңдап беттесін, шуылдақта ағайын шектесін, асықпай жабайық, шапандар ауысып кетпесін деген ескертеміз. Ал мінекей құдамыздың иығына мінекей бұрынғының жосыны болған бүгінгінің шапаны Моңғолдың некиден бренді тоны болса, құдағимыздың иығына құндыз жағалы, оюлы қазақтың шапаны ағайын қошемет сіздерден болсын. Ал біз ортаға Дәурен құда Марал құдағиды шақырып, Талғат ағамыз Айгүл жеңгеміз кәдесін тойларынан табыс ететін болады. Келіңіздер. Ал құдаға қошемет болсын. Ал міне сықи болдық, құтты болсын құда. Дәурен құда Марал құдағиды ортаға шақырайық деңіздер. Ал бұрынғының шабаны болған, бүгінгінің жосыны болып жатыр. Қазақтың бренді тоны. Шабан жабылып кәде алынған құда-құдағиларымызды той түріне жайғаса берейік негізі. Ал мінекей құданың киер жолы, шыпаңдардың жөні қабыл алыңыз оны. Дәурен сынды құдаға Моңғолдың бренді тоны жабылып жатыр. Қошемет ағайын сіздерге. Марал құдағиға Айгүл жеңгеміз мұнда оюлы қазақтың шабаны бәрінен жақсы атағы қазақтың